Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер? Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Жетісу ақындық мектебі және Құлманбет. Студия қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қолжазба және текстология бөлімінің меңгерушісі Тоқтар Әлібек. Хош келдіңіз, Тоқтар мырза. Тоқтар мырза, Құлманбет кім болған? Сүрген дәуірі қандай? Заманы қандай болды? Шыққан тегі туралы мәлімет беріңізші. Әлбетте, рахмет сөз бергеніңізге. Енді біздің 19 ғасырдың 20-шы мысалы біздің көп ақындарды зерттеуіміз бұл кеңес кезегімен дәл келеді. Енді оғанға дейін қаншама тұлғалар болды. Арыға бармай-ақ біз енді мына қазақ хандығы құрылған кезеңдердің өзінен бері қарай қарасақ, бізде қаншама тұлғалар бар. Бұл олардың ішінде мысалы үлкен ақындар бар, жыраулар бар, би шешендер бар, тағы сол сияқты тұлғалар бар. Солардың бірі бұл ақындар. Бұл ақындардың қоғамдағы қызметі өте жоғары болған. Енді осы ақындардың шығармашылығы өзі бірнеше бөліктерге бөлінеді. Мысалы енді ақын жалпы суырып салмалы ақындық өнер ортақ болғанмен, бұлардың өзіндік мектептері болады. Мысалы айтайық, жаңағы Арқа мектебі, әйтпесе Батыс ақындардың мектебі, болмаса сыр бойындағы сыр сүлелеу дейміз ғой біз көбінесе. Сол сияқты Жетісуда үлкен ақындық мектеп бар. Міне жаңағы Құлманбет осы ортаның, осы мектептің жаңағы осы бір өкілі. Ал енді өзіне келсек, Құлманбет негізі туған жері оның осы қазіргі немен айтсақ, Алматы облысы қазіргі бөлінді, жаңа Кеген ауданы. Кеген ауданы біз енді халыққа түсінікті болу үшін айтайық, Көлсай деген көл бар, елдің бәрі біледі, соның жағасында туған. Ал енді бұл енді ары қарай тарихына ұзақ сынасақ үлкен әңгіме. Шын мәнінде бұл өңірге олар мына жоңғар шапқыншылығынан кейін келген. Үлкен Әжібай деген батыр болған, ол енді осы Жетісуға белгілі. Көп рулардың ұранына айланған адам. Бұл енді Райымбек батырдан үлкен батыр. Жас жағынан да, қай жағынан да болады. Осының ұрпақтары, осы Алматының шығыс жағын қоныстанған, сөйтіп өседі, өнеді, сөйтіп барып, ана тауды асып, Алатауды, ар жағына түскен. Сөйтіп, сол жақта Құлманбеттер сонда туған. Бұл жалпы мына Жетісудағы Албан тайпасының Қызылбөрік руынан шығады. Соның ішінде Құланаян дейді. Мына атында Құланаян Құлманбет дейді, соның ішінде сол Құланаян руынан шығады. Енді ол мына 19 ғасырдың ар жағында көп адамдар, мысалы тұлғалы адамдардың көбі сонда рудың атымен аталған атаулар бар ғой, енді жиі кездеседі. Әсіресе батырларда, ақындарда солардың несі. Негізі бұның өмірі, шығармашылық өмірі Жетісуда өтті. Енді Жетісуда өткенмен, біздің күнгей жағымызда Алатаудың қырғыздар бар, оны білесіз. Ол негізі танылуы осы қырғыз қазаққа ортақ болған. Ортақ ақын ретінде танылады. Оның шығармашылығында біраз айтыстары бар, қырғыздармен айтыстары. Жалпы Сүйінбай сияқты сол қырғыздармен айтты. Ал енді өмірінің соңына таман, қазір Төле би ауданы дейді, бұрынғы Ленгір ауданы. Осы Алатаудың аяқ шені, Шымкенттің үстінде өтеді ғой. Сол жерде Қазғұртпен тоқайласқан жері бар, Алатаудың. Сол жерде бір-екі ауыл Құланаян тұрады. Енді ол әртүрлі себептермен қалып қалған ғой енді кезінде. Өмірінің соңында ол белгісіз себептермен сол жаққа барған. Бұның негізгі басты себебі өзі бір ұрпақсыз болған бұл кісі, негізі. Ал енді онда бір қыз қалған, қыз тұрмысқа шыққан, сосын өзі қалады, сол уайымшыл болады, не қылады, соңын көп сөз көтере алмайды. Енді ондай барлық адам психологиялық әрекеті ғой, сондықтан оның ішінде ақындар. Сөйтіп сондай бір себептермен ол сол жаққа барған, сол жақта біраз тұрған,
сол жақта тұрғанда ар жағы өзбек, өзіңіз білесіз, мына жағы қырғыз, сонда сондай үлкен бір ортада болған, сол жерде де өлең айтқан. Ал енді ең соңында өлетін кезде бұл қайтадан елге қайтқан. Елге Жетісуға. Елге Жетісуға. Сөйтіп ол осы Алматыға келген. Осында мына Түрген деген бар, мына өзіңіз білесіз, есіктің қасында. Сол қалаға барған, сол енді ол кезде қала дейді ғой. Сол жерге барғанда қатты науқастан қайтыс болған. Оның жаңағы негізгі себебі жаңағы қызын көру, тұрмысқа шыққан енді жалғыз перзент, соны көруге барған, бірақ соған жетпей қайтыс болып кеткен. Ал енді бұның шығармашылығы, жалпы өмірі ол енді өте үлкен. Иә, Тоқтар мырза, жақсы мәліметтер беріп отырсыз. Енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа сөзіңіздің алдында өз тақырып бойынша Жетісу ақындық мектебі деп алдық, иә? Құлманбет және Құлманбет деп. Енді Жетісу ақындық мектебі қалай қалыптасты? Оның бастауларында кімдер тұрды? Кімдер үлгі алды? Сол ақындық мектептер. Енді жаңа сөзім басында мен айтып кеттім ғой. Бұл жаңағы біздің енді негізгі бүкіл шығармашылық, қазақ әдебиетінің шығармашылығының негізі ауызша тараған, ауызша пайда болған. Сондықтан бұл өзі жаңағы жергілікті жерге байланысты, сол жердегі ақындардың өздерінің ұстанымдарына байланысты бұл жерде мектептерге бөлінген. Жаңа мен өзім айтып кеттім, бұл Құлманбет жаңағы осы Жетісу ақындық мектебінің өкілі. Бұның бастауларында енді арғы дәуірлерде, мысалы мына Сүйінбайдың әкесі атасы, әкесі Арон, оның әкесі Күсеп, сол Күсептер салған бұл жолды. Бұл енді негізгі Күсеп деген кісі, Сүйінбайдың атасы, бұл шында жыраулар бар ғой, арыдан келе жатқан жыраулар, солардың сарқыны, солардан қалған, содан барып ақындыққа ауысқан адамдардың бірі. Ал енді оның баласы, немересі Сүйінбай, осы нақты Жетісу ақындық мектебінің бел ортасында жүрген, соны қалыптастырған адамдардың бірі. Бұл енді Құлманбет негізі айтыс ақыны. Енді тамаша айттыңыз, Тоқтар мырза. Осы Құлманбет бабамыздың тарихи тұлғасына тоқталыңызшы. Әлбетте. Біз енді мысалы мына қазақ болып қалыптасуынан бері қаншама тұлғалар бар. Мына Құлманбеттер өмір сүрген кезең бұл 19 ғасыр. 19 ғасырдың екінші жартысы. Бұл кезде өздеріңіз енді көрерменнің бәрі біледі. Бұл әбден қазақ халқы отаршылыққа, Ресей отаршылығына әбден кірген кез. Дені түгел. Ол мына Ресей отаршылдардың негізгі ең соңғы алған жері, отарлаған жері осы Құлманбеттің жері. Бұл қазіргі көзбен қарағанда, бұл қазіргі Кеген, Нарынқол аудандар. Мысалы 54-ші жылы Верныйға келді, қала сала бастады. 60-70-ші жылдар бұлай жылжып Құлманбеттің еліне қалды. Міне осы дәуірде Құлманбеттің рөлі қандай деген сұрақ туы мүмкін ғой енді мысалы. Сондықтан мен айтар едім, сол кезде қазақ халқы қалай бодандыққа түскенімен қазақ қоғамы болды. Қазақтың жаңағы би шешендері болды. Мысалы жаңағы қазақты билеген, мысалы Ресей ережесі арқылы қазақты билеген би сұлтандар болды. Болыстар болды, иә. Осылардың қасында жүріп, қазақ қоғамына қызмет еткен тағы да осы ақындар деп мен есептеймін. Сондықтан сол кездегі мәдениетті, қазақ қоғамындағы мәдениеттің басында тұрған, әсіресе Жетісу өлкесінде. Бұл осы Сүйінбай бастаған, осы Құланайын Құлманбеттер қоштаған ақындық ортаның өкілдері деп есептеймін. Сондықтан тұлғалық сипатының бір қыры осы деп есептейміз. Тамаша. Енді жаңа Жетісу мектебі қалыптасты дедіңіз. Жаңа бастауларында тұрған ірі ақындарды айттыңыз. Енді осы Жетісу мектебінің үлгісі жаңа жер-жерге тарады ғой, жаңа өзің айттыңыз. Мәдениетте де, саясатта да қазақтың жаңа жадын тоқыратпай, санасын қазақ екендігін, сол мәдениетті, арғы дәуірде келе жатқан мәдениетті, дәстүрді,
жаңа жыршылық өнерді, ақындық өнерді бәрін жоғалтпай ұстатып отырғанда осы мектептер ғой. Өйткені әрбір ауылда ақын келсе болды, төріне шығып, жаңағы өлеңін тыңдап, айтқан сөзін тыңдап, мағұрланады әрбір қазақ. Ол сол бір дәстүр болды бізде. Тіпті бергі дәуірде Жамбылдың өзі кеңес дәуірінде өмір сүріп отырып, қазақтың тілін сақтауға, қазақтың мәдениетін, дәстүрін сақтауға тамаша өзінің ықпалын тигізген ірі феномен тұлға ғой Жамбыл. Өйткені Жамбылдың да көргені алдындағы Сүйімбайлар, Құлманбеттер, міне осы дәстүрдің бәрі Жамбыл керемет, өзі қазақтың жаңағы майдай үйіп отыруына көп ықпал еткен адам. Яғни бұның ар жағында Жетісудың ақындық мектебі тұр ғой. Бұл жаңағы Жетісу ақындық мектебінің үлгісі сол бүкіл қазақтың санасында, жадына жаңағы мәдениеті, өнері қалыптасты ғой. Әрбір қазақты тәрбиелеуге ықпал етті ғой енді. Айта кетіп болады да мына жерде. Бізде енді бүкіл қазақ әдебиетінің, жалпы қазақтың бүкіл руханиятының бәрі ауызша жетті деп жаңа айттым. Негізгі осыны жеткізгендердің бәрі, егер біз кімге қарыздарымыз десек, осы ақын жырауларға, осы сияқты шежіре адамдарға, би шешендерге біз риза, солардың әруағына риза болуымыз керек. Соларға рахмет айтуымыз керек. Себебі қараңыз, мысалы біздің жыршылық өнер, өзіңіз білесіз, қанша эпостар қалды. Мысалы қанша дүние, мысалы фольклорлық мұра қалды. Осылардың бәрін кім жеткізді? Осылар жеткізді. Сондықтан бұлардың тұлғалық қызметі, мысалы біздің мәдениетімізді мысалда осы күнге жеткізу ең үлкен рөл атқарды. Міне мысалда осының өзі мысалда осылардың үлкен тұлға екенін, халыққа, әсіресе қазақтың руханиятын сақтаудағы рөлін жоғары бағалауға болуға негіз болады. Жаңа енді мынау рухани жаңғыру деп жатырмыз. Мынау халықтың ұлттық кодының кілтін ашып, оны жаңағы сананы жаңғырту деген мәселелер туындап жатыр ғой. Шынын айтқанда біздің бойымызда, қанымызда, санамызда осы жыршы, жырау, ақындардың салып кеткен тәрбиелік тағылымы жатыр ғой. Соны ашу керек. Міне бүгінгі тақырыбымыз да солай. Мына Жетісу ақындық мектебінің рөлі қандай болды? Оны халық білу керек, жастар. Жастар сол ақындық үлкен мектептің болып, осы тәуелсіздікке жетуге өздерінің ықпалын, фундаменттерін салып кеткендігін білу керек қой. Барлығы адамның санасында ғой енді. Мысалы, енді осы жерде тағы да айта кету керек те, қазір енді өзіңіз білесіз, қазақта қазіргі бұрынғы дәстүрден, әдебиеттен сақталған бұл айтыс. Өзіңіз білесіз. Осы айтыстың өзі мысалда қазір бізді дүниежүзіне танытып отыр. Тоқтар мырза, енді Құланаян Құлманбет бабамыздың ақындық, шығармашылық, өзіндік жолы бар ғой. Шығармашылық, өзіндік стилі бар, өзіндік ерекшелігі бар. Осыған тоқталыңызшы. Құланаян Құлманбет енді әлбетте мынау жалпы 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ әдебиетінің, мәдениетінің десек те болады, үлкен бір өкілі. Соның ішінде кәдімгі ауызға қорықпай айтатын тұлғаларының бірі. Бұл негізі о кездегі барлық ақындарға тән жайт қой. Ақындардың көбі айтыс ақындар. Негізгі 19 ғасырдың ол Әуезовтің өзі айтады, 20 ғасырдың бас кезіне дейін біздің айтыс өнері өте қатты дамыды. Енді сонда айтыс негізгі ақындардың көпшілігі айтыс ақындар болды. Бұл жаңағы әлбетте. Осы мына кім жаңағы Құланаян Құлманбет бұл негізі айтыс ақыны ретінде танылды. Енді бұл алғаш енді ол көп басқа ақындар сияқты енді ол мысалы қазір ғой адамдар жаңағы ешқандай дайындығы бар ма, жоқ па, или бір үлкен ақынның бір рұқсатсын, соның бір батасын алу деген жоқ. Ол замандарда көп ақындар, ол үлкен дәстүр болды. Мысалы, үлкен ақынның Сүйінбай сияқты, әжібесе Қабан жырау. Мысалы, Сарбас деген ақын Қабан жыраудан. Мысалы, Сүйінбайдың өзі Қабан жыраудан бата алу өте қиынға түскен.
сөйтіп қабан жыраудан енді ол өзін ағаш. Кімнің де жаңағы Сарбас деген ақын бар. Кенен, Сарбастар енді ұрылас адамдар. Бұлардың да нағашысы жаңағы қабан жырау болған. Осы мысалы солардан бата алу. Мысалы Кенен Әзірбаев кәдімгі. Бұл Сарбастан бата алуға қанша жүгіреді. Мысалы ол енді жетім өскен жаңағы шаруасы төмен семьядан шыққан, сонда ана үлкен тойларға барып Сарбас сияқты ақындар отырған ортаға кіру өте қиын болған. Сөйтіп көзге түсу, сөйтіп барып жаңағы ақындардың айтысында көзге түсіп барып ана ақынның бата алу деген. Міне осы мына Құланай Құлманбеттер сондай ірі ақындардан бата алып, сөйтіп үлкен ақындық ортаға түскен. Бұны енді негізгі сақталып қалғаны. Енді әзірге бізде көп, енді өкінішке орай біздің қазақ даласындағы жүздеген ақындардың шығармасы сақталып қалмаған. Сақталғанның өзінде олардың бір өлеңді айтыстарының бір үзінділері, бір жұрнақтары солай жазылып қалған. Халықтың жадында не сақталды, сол жазылып түсті. Ал шын мәнінде Құлманбеттер енді көп айтысқа түскен. Бірақ әзір біздің қолымызға түскені бұның жаңағы Түбекпен айтысты. Бұл Түбек бүкіл қазаққа танымал ақын болған, енді ол әдебиеттанушылар жақсы біледі. Жаңа мен айтып кеттім ғой, ол зерттелмеді деп. Ол енді зерттелетін болса, енді бұл ақындардың, әсіресе қазақ ақындарының 19 ғасырдағы ең бір биігінде тұрған ақындардың бірі. Міне бұл осы жас кезінде сол Түбекпен айтысты, мысалы. Түбекпен айтысып, осы арқылы қазақ даласына танылды. Сол арқылы қырғызға танылды. Сөйтіп ол мысалы оның әзірге сақталған дүниесі Түбекпен айтысы, Майкөт ақынмен айтысы, Сүрінген бұл кісінің Жамбылмен айтысы сияқты айтыстар сақталып қалған. Тезекпен де мысалы осы Құлманбет айтысты. Мына қырғыздың қыздарымен айтысты, өзбектің қыздары, өзбек жақындағы мысалы көшпелі өзбектердің де айтыс болған мысалы сол заманда. Солармен де айтысқа түскен нәрсесі бар. Енді сонда сол бір 3-4 айтысы сақталып қалған, сонымен бірге бір 2-3 арнау толғаулар қалған. Оның мысалы енді мына жетісу туралы айтып кеткеннен кейін енді бұл көп әңгіме, ұзақ әңгіме, бірақ дегенмен қысқартып айту керек шығар. Мына Алатаудың күнгейіндегі қырғыздарда Шабдан деген манап болған. Ол да жаңа Тезек сияқты бүкіл қырғызға ықпалы бар, хан деп қояды мысалы. Осы кісіге барғанда Жамбыл екеуі барады, сол барғандағы Шабданға айтқаны. Батталғазы деген осы Алматы қаласында болған төре болған, төре тұқымы. Соған айтқан арнауы. Сосын өлер алдында, ана көз жұмылып өліп баратқанда елмен қоштасу деген үлкен толғауы сақталып қалған. Біз енді осы нені, осы кімнің Құланай Құлманбеттің шығармаларынан бізде сақталып қалған. Жалпы біздің қорларда қалған нәрселерін 98 жылы мынандай сөзімнің қысылмайды арасына деп, бұл соның сөзі. Бұл енді сондай бір, қалайсам бір тауып айтылған, кесіліп айтқан. Егер сөздің арасына қыл өтпесе, ол әділ болғаны, ол таза болғаны. Өте бір керемет сөз. Осы кісінің кітабын шығардық. Жаңа мен айтып отқан шығармалар, солардың нұсқалары, термелері, осыларды бұлар енді мынандай, мынандай өзінің араб жазуында, латын жазуында, әртүрлі жазуларда түскен осы шығармаларды бердік. Тіпті өлеңдерінің нотасына дейін бердік. Жаңа айтыстарда енді бәрібір жаңа мен айтып кеттім ғой, әуен болу керек деп. Мысалы, екі ақын айтысып отыр, екі түрлі әуенмен айтып отыр. Мысалы, қырғыз болса, қырғыздың өзі жаңағы әуенімен айтып отыр. Осылардың біз енді іздестіріп, елдерін есте сақтаған адамдардың әуенінен алып, кейін біз осының нотасына дейін бердік. Енді Құланай Құлманбетті жыршы деп қараймыз. Осыған сәл тоқталыңызшы. Әлбетте. Бұл ақындар жалпы бүкіл жаңа әдебиетті жеткізу деп. Осы әдебиетте әсіресе мысалы біздің фольклорлық мұраларды, соның ішінде эпостарды мысалы жеткізуші осы ақындар. Мысалы оны енді ол айтып жатса ұзақ әңгіме, бірақ негізі сол дәуірдегі мысалы Сүйінбайдың мысалы сұранышымен жаңағы домалақ елені, сұранышымен саурықты жеткізуі, әйтпесе Жабай батырды атасы Күсептен, ол анау Ноғайлы дәуіріндегі жыр. Соны енді мысалы сыр бойына барып, одан ана батыста жаңағы Күсептер батыр болған, жауға қарсы күрескен адамдар ғой. Солар өздерімен ала кеп, соны жаңағы
бір-екі ұрпақтан кейін сүйінбай үйреніп, сол одан кейінгі ұрпаққа жеткізіп, Жамбылға жетуі. Міне осы ақындардың негізгі қызметінің бірі деп есептейміз. Сондықтан әсіресе мына кім осы Құлманбет өмір сүрген, мына Жамбылда, одан кейінгі. Әйтпесе жаңағы Сарбас та, әйтпесе жаңағы кешегі Майкөз Сандыбаев та, осылардың бәрі де жаңағы жыршы болған. Бір мысал келтірейін. Енді профессор академик Мырзатай Жолдасбековтың бір деректері бар. Сол деректерді айтады. Мысалы, мың бір түн, өзіңіз білесіз. Ол енді кейін осы мәселені бір қарап, бір кітаптар шығарды, дайындадым, бірақ өкінішке орай шықпай қалды. Мына мың бір түн оқиғалар бар ғой. Осылар біздің қазақтар жырға айландырған ғой. Сонда мысалы әр түнді, мысалы біз ана кітаптан оқысақ, қара сөзде ол бір бет, екі бет сондай оқиға ғой. Осыны құлаш жаңағы жырға айландырған. Сонда дейді, осы кім? Құлманбет осыны 15 күн айтар ниет дейді. Оны Жамбылдың өзі айтады. Мысалы, Жамбылдың өзінің естеліктерін мен жаздым мына кітапта. Сонда Жамбылдың өзі, мысалы, Көріғұл деген дастан. Сол өзі түркменнің батыры, мысалы, дастаны. Сол енді қазаққа кіріп, мысалы, батыс арқылы осы жаққа келді ғой енді. Соны, мысалы, мен Сүйінбайдан үйрендім дейді. Ал мың бір түнді мен Құлманбеттен үйрендім. Осы сияқты бұл көптеген ірдастандарды жаңғыртушы. Бірақ өкінішке орай осы ақындардың көп, әсіресе Сүйінбайдың да, Жамбылдың да көп мысалы жырлары ұмытылып кеткен. Ол әбден қартайғаннан кейін барып, мысалы, Совет үкіметі кезінде келді ғой енді. Сонда қанша хат ұстағанмен көп жадындағы жырлардың көбі шығып кеткен. Оны хатқа түсіру өте қиын соққан, сондықтан көбі ұмытылып қалған. Дәл осы сияқты осы кімнің жаңағы Құлманбеттің де жырлары сақталмаған. Бірақ көзі көрген адамдардың жазған естеліктерін, айтқан әңгімелерінің негізінде көптеген жырларды осы жады арқылы таратқан. Ол енді жаңағы біреуі, мысалы, әзір бізде бір не сақталған, Көріғұлының бір варианты Жамбыл арқылы. Сол сияқты оның алдында оны жазып алды, жоғалып кетті, жаңа мың бір түн. Осы, енді мен тағы бір айтайын деген мына сөзімнің бір дәлел ретінде айтсам, осы мен жақында жаңа айттым ғой, бір кітап дайындадым деп. Сол кітапты қарағанда негізгі мың бір түн жырларын сақталып қалған жетісу ақындар. Содан мен жаңа 3 том кітап дайындадым. Бірақ өкінішке орай олар шықпады. Осы сонда мен жаңағы Әуезовтің айтқаны да, басқа да ғалымдардың бәрі жаңағы айтқаны осы дәлел болады. Біз енді сақталған қор ортақ қой. Ол жаңғыз жетісуға ғана тән емес, бүкіл қазақтың даласынан жиналған. Бірақ негізі мың бір түн оқиғаларының көбі осы жетісу ақындардың шығармашылығында сақталып қалған. Тамаша деректемалар беріп отырсыз. Бір жетісу ақындық мектебінің өзінің қаншама дәстүрі болған, үлгісі болғаны туралы талай тарихты қозғадыңыз. Бұл да біздің жастарымызға санасына сіңеді деп ойлаймыз, Тоқтар мырза. Енді осы жерде Жамбыл мен Құлманбеттің айтысы тарихта болған дүние. Бұл туралы әртүрлі дерек көздері бар. Біреулер айтады 1881 жылы болған дейді, біреулер 1887 жылы болған дейді. Осыған тоқталыңызшы. Әлбетте, енді менің ойымша енді ғалымдардың көбі белгілі бір тұжырымға келе алмаған, бірақ негізгі ірі ғалымдардың негізгілері бұл 81 жылы мына Қапшағай әзір көпір бар ғой, сол бағытта өткел болған. Онда өзіңіз білесіз ғой, көпір болмаған, өткел болған. Енді Таяздау жері болу керек, сол жерден өтеді, соның маңында болған дейді. Енді ол шын мәнінде көптеген деректер арқылы біз оны жаздық. Негізгі үлкен ғалымдар көп солай деп айтқан. Кейбір ғалымдар айтқан, ол 90 жыл болды, тағы басқа жаңында бір деректер. Бірақ негізі солардың бәріне біз өз деректерімізді қосып, ол негізі 81 жылы сол неде өткен. Енді бұнда бір нәрсе бар. Осы айтысты өткен кезде, енді ол менің қолжазбаларды қарау барысында қарағанда, бұл Жамбыл дәл бір үлкен деңгейде айтыспаған. Кез таныла қоймаған деп айтайық та былай. Ол ақын деген қаннан кіретін нәрсе ғой, ол мысалы бір дарын, талант.
бұл бойда болуы мүмкін, бірақ халыққа танылу да ол оңай нәрсе емес қой. Егер мысалы сенің сондай бір мысалы айтсам бір көмек болмаса, қазір дәл біреу болу үшін оның бір спонсоры жаңағы несі болу керек, сол сияқты оған бір көмек, белгілі бір демейтін нәрсе болмаса ол шықпайды ғой. Сол сияқты осы мысалы Жамбылды сол кезде бір үлкен деңгейде үлкен ірі ақындар айтысына қатыспаған кезде. Сондықтан ол алғаш рет осы жаңағы жерде бүкіл жаңағы болыстар жиналған, Жетісудың енді территориясы үлкен көп қой. Содан келген ірі билердің соның арасында жалпы қазақтың элитасының арасында айтысқан. Бұған жаңағы негізгі Құдайберген деген осы елдің несі жаңағы болысы соны шақыртып алған. Сонда енді негізі көп деректерде айтады, 9 ақынды жеңген екен жаңағы Құлманбет. Енді шақ келетін адам жоқ. Енді басқа ақындарың бар ма деп әлгі күреске шыққан адамдар сияқты ғой. Мысалы бәленбай адам жықты, енді бар ма адам деген сияқты нәрселерден шығып, намыс деген онда бірінші орын алады, өзіңіз білесіз. Мысалы әр ел, әр ру өзінің намысын жібермейді. Егер бұл мысалы Шапраштың елінде айтысып атса, сөз деген сүйектен өтеді, өзіңіз білесіз. Егер жаңағы, сенің еліңде табылмады ма ақын десе, мысалы соған салмақ түседі. Сөйтіп ол жаңа Жамбылды алдырған. Сөйтіп осы жерде айтысқан. Міне осы айтыстың негізінде, міне көрдіңіз бе, Жамбылдың бүкіл халыққа танылуы, жалпы осы Жетісуда қазақ қырғызға танылуы, міне осы ақынна, осы Құлманбеттің айтысына бастау алған. Өнеге нәрсесі жазылған. Міне көрдіңіз бе, сонда азулы үлкен ақынмен айтысу, ана екінші ақынның бағын ашады, жолын ашады. Ол жаңағы бата іспетті болып тұрды. Міне, ол мысалы бір ғана мысал. Тамаша, жақсы көп мәліметтер бердіңіз, Тоқтар мырза. Енді мынау қазіргі 21 ғасырда, тәуелсіздік кезеңде Құлан-Аян Құлманбет бабамыз қалай насихатталуда? Осыған мән беріңізші. Енді ол, мысалы, бұның бәрі айналып келгенде бір нәрсеге келіп тіреледі. Мысалы, қазір мен жаңа жұмыс істейтін Қолжазба қорында 100-деген ақын бар. Әлі ашылмаған, әлі айтылмаған. Міне осылардың бәрі іздеуші, сұраушысын, зерттеушісін күтіп отыр. Біз енді шамамыз келгенше магистранттарға, бір докторанттарға тақырыптар беріп отырмыз. Бірақ енді қазір енді ондай үлкен бір масштабта істеу қиын, мысалы. Мысалы біздің өзім басшыларымыз бірлі-екілі адам. Осымен шектеліп отырмыз. Ал енді осылардың әрқайсысына осы мысалда зерттеушілер керек. Мен мысалы міне осы Құлманбетпен шұғылданғаным, осының шығармашылығы шамамен 20 жылдан асып кетті. Сол 20 жылдың ішінде мен осының бүкіл шығармашылығын жинадым. Өнінген бұның жаңа сөзім алдында айтып кеттім ғой, бұл туралы зерттеулер жаздым, көптеген ондағы мақала жаздым. Осы монографиялық еңбек жаздым. Одан кейін осы кісінің танылуына байланысты эфирлерде сөйледім, радиода, газетке жаздым. Мысалы, сосын белгілі адамдар арқылы оның ескерткішін қойдық. Біз мысалы қазір Түрген деген ауыл бар. Сол жерде бұрын Ленин көшесі деген көше болған. Ол өте үлкен көше. Сол Ленин көшесінің ортасында мәдениет үйі тұр, Түрген ауылының. Соның алдында енді кейбіреулер біледі, Лениннің ескерткіші тұрған. Тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген адамдардың сұранысы арқылы сол Ленин несін алып қойып, орнына бабамыздың мынандай ескерткішін біз жерге қойдырдық. Енді екінші бір үлкен бұл насихаттаудың үлкен нәрсесі, бұл кітапта тарату бар, айту бар. Енді бұл студенттердің арасында жасау. Енді осы кітаптарды біз көбінесе Абай атындағы университетке, мына университеттегі сүйердегі біздің әріптестеріміз бар. Сол әріптестердің ішінде әлбе осы әдебиеттің тарихын, ақындар шығармашылығын неғып отқан біздің әріптестеріміз бар. Сол арқылы студенттерге лекция оқу, қосымша жаңағы пән ретінде қарастыру, осындай мәселелермен әзір насихатталып отыр. Мысалы, егер мен өзім жаңа сөзімді осымен түйіндесем, мысалы, осы мына Құлманбет сияқты ақындар, жаңа мен айтып кеттім ғой, солардың әрқайсысын амал жоқ. Өстіп жаңағы өзінің іздеушісін тауып беріп, сөйтсек бізде қаншама мұра ашылар еді. Тереңінен ашылар еді. Сондықтан мен өзім ойлаймын, жастар болса, біз енді мысалы әзір мына тыңдарман, көрермендердің ішінде жастар отыр. Осында әдебиетке ықпалы бар, әдебиетке деген бір қызығушылығы бар, ғылымға деген бір ынтасы бар. Сондай азаматтар болса, қыздар, жігіттер, осы әдебиетке келіп, әдебиеттің ішінде осындай бір
мысалы тұлғаларды, жаңағы сіздің сөзіңізде тұлғалар ашуға, сөйтіп халыққа, қазаққа, жалпы ұлтымызға қызмет етудің бірден бір жолы осы. Бұл қарапайым, бұл мысалы біздің күнделікті жұмысымыз. Бірақ осыны істеу арқылы біз белгілі әруақтарды, өшікпаған, үні өшкен, шығармалар шықпаған нәрселерді біз қайтадан халыққа қайтарып отырмыз. Бұл басты нәрсе. Жаңғырту. Бұл негізгі осындай мәселе, мысалы жастарға үлгі болу керек деп ойлаймын. Тамаша айтып отырсыз. Тоқтар мырза, бүгін біздің студиямызға келіп, Құлан-Аян Құлманбет және Жетісу ақындық мектебі туралы көптеген деректер бердіңіз. Мың алғыс. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Осы көне қолжазбалармен халқымызға жаңағы осындай еңбектер жазып, өткен бабаларымыздың тарихынан насихат жасап жатсыз. Жолыңыз ашық болсын. Рахмет сізге. Табыс тілеймін. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын осымен аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар.